Қайырлы күн барша көрермендер, менің каналыма хош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ауыз ашардың шайына сочниктер дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Алдымен ыдысымызға еріген сары майымызды құямыз, үстіне қаймағымызды саламыз. Қантымызды салып, бір жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұнымыздың үстіне разрыхлитель қосып, жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Илеп алған қамырымызды пищевая пеленкамен орап, холодильникке қоя тұрамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін творогымыздың үстіне қант қосамыз, бір жұмыртқаның белогын және бір ас қасық кукурузды крахмал қосамыз. Жақсылап блендермен езіп аламыз. Салмамыз дайын болды. Творог кез келген творог бола береді, менікі домашний творог. Тынған қамырымызды оқтаумен жайып аламыз. Қалыңдығын 5-6 мм етіп жайсаңыздар болады. Менде осындай форма бар. Мен үйрек жағымен кесетін боламын. Сіздер болмаса кез келген формамен кесе берсеңіздер болады. Осылай кесіп дайындап аламыз. Енді дайындаған творогымызды салып шығамыз. Творогты бір жарты бөлігіне салып, екінші жақ жарты бөлігін үстінен жауып қоямыз бүктеп. Противенімізге пергамент қағазын төсеп, сочниктарымызды тізіп аламыз және жұмыртқаның сарысын жақсылап жағып шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 35-40 минут пісіріп аламыз. Міне сочниктарымызды пісіріп алды, қызарып әдемі болып піседі. Үстіне сахарный пудра сеуіп шығамыз. Дәмі өте керемет. Қазір сіздерге көрсететін боламын. Ауызда еритін дәмді сочниктарды ауыз ашарға пісіріп жесеңіздер болады. Ұнаса менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдыда әлі де неше түрлі рецепттер салатын боламын. Сіздермен бірге болған меруерт ас болсын.